Егер дәл қазір маған, Мұртаза, саған бір ғана мүмкіндік береміз, бір ғана YouTube канал ашасың, бар өмірің соған байланысты болады. Қай нишаны таңдайсың деп сұрайтын болса, мен көп адамның таңдайтын нишасын таңдамайтын едім. Өйткені YouTube'да проблема идеяның жоқтығында емес. Шын мәнінде идея өте көп. Кез келген адам ChatGPT-ді немесе Cloud Gemini-ді ашып, маған 100 YouTube идея бер деп жазса, 1 минуттан кейін 100 идея дайын болады. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе мынада. Сол 100 идеяның қайсысы ақша келеді, қайсысы көрермен жинайды, қайсысы 1 жылдан кейін де өмір сүре береді, ал қайсысы алғашқы 10 видеодан кейін өліп қалады. Міне айырмашылық осы жерде. Соңғы уақытта мен ондаған, тіпті жүздеген каналдарды қарап шықтым. Кейбіреулер жүздеген видео шығарып жүр, бірақ қаралым жоқ. Ал кейбіреулер 5 ғана видео шығарып, $1000 тауып отыр. Сенбей тұрсың ба? Бүгін мен саған нақты мысалдар көрсетем. Бұл видеода 5 видеомен 11.000 жазылушы жинаған каналдар бар, 18 видеомен 445.000 жазылушы жинаған канал бар, 13 видеомен 150.000-нан астам жазылушы жинаған каналдар бар. Тіпті айына $20.000 артық табатын каналдар да бар. Ең қызығы, олардың көпшілігі беттерін көрсетпейді. Яғни камераға шықпайды. Кейбіреу тіпті өз дауыстарын да қолданбайды. Бірақ бір нәрсені алдын ала айтайын. Мен саған осы нишаны көшіріп және байып кет деп айтпаймын. Өйткені бұл ең үлкен қателік. Бұл видеодан кейін сен нишаны көшірмеуің керек. Сен логиканы түсінуің керек. Неге бұл каналдар өсіп жатыр? Неге адамдар оларды көреді? Неге ақша тауып жатыр? Міне ең маңызды сұрақтар осы. Ал бастайық. Бірінші каналды көрген кезде менің назарымды бір нәрсе аударды. Каналдың бар болғаны 5-6 видеосы бар. 5-6 видео ғана. Ал жазылушы саны 11.000-нан асып кеткен. Осы жерде көптеген адамдар таң қалады. Өйткені кейбір адамдар 100 видео шығарады, 200 видео шығарады, бірақ 11.000 жазылушыға да жете алмайды. Ал мұнда 5-6 видео. Мен каналды қарай бастадым, сосын бір нәрсені түсіндім. Бұл канал ақпарат сатпайды. Бұл канал эмоция сатады, қорқыныш сатады, белгісіздік сатады, қызығушылық сатады. Көп адам YouTube'тағы басты валюта ақша деп ойлайды, бірақ YouTube'тағы басты валюта назар. Егер сен адамның назарын ұстай алсаң, қаралым келеді. Қаралым келсе табыс келеді. Бұл канал дәл осыны жақсы түсінген. Артында ойын кадрлары жүріп тұрады, үстінен қорқынышты атмосфера беріледі, күрделі ештеңе жоқ. Бірақ адамдар көреді. Неге? Өйткені адам миы жауап іздеуді жақсы көреді, жұмбақты жақсы көреді, құпияны жақсы көреді. Сондықтан қорқынышты оқиғалар, мистикалық оқиғалар, қылмыстық оқиғалар, тарихи жұмбақтар әрқашан жұмыс істейді. Бұл каналдан алатын бірінші сабақ. Адамдар ақпаратты емес, эмоцияны сатып алады. Екінші, келесі канал мүлде басқа. Бұл саяхат арнасы. Бірақ мұнда бір қызық нәрсе бар. Көп адамдар саяхат канал дегенде ұшақ, қонақ үй, влог, қымбат камера елестетеді. Бірақ бұл канал басқаша жұмыс істейді. Бұл канал елдерді көрсетпейді. Бұл канал елдерді салыстырады. Мысалға, ең арзан мемлекеттер, ең қауіпсіз мемлекеттер, ең бай мемлекеттер, ең өмір сүруге қолайлы мемлекеттер. Көріп тұрсың ба айырмашылықты? Адамдар көбінесе саяхатты емес, салыстыруды жақсы көреді. Өйткені адамның миы салыстыру арқылы шешім қабылдайды. Мысалы, Қазақстан мен Түркия, Қазақстан мен Германия, Қазақстан мен Канада. Осындай видеолар автоматты түрде қызығушылық тудырады. Бұл каналдың тағы бір қызық жері, көп видеосы кәдімгі сток видеолардан құралған. Яғни үйден шықпай-ақ жасауға болады. Мұндағы сабақ кейде нишаның өзі емес, оның берілу тәсілі маңызды. Үшінші канал менің назарымды бірден аударды, өйткені оның идеясы өте қарапайым, бірақ өте күшті. Олар өткен мен қазіргі уақытты салыстырады. Болды. Бір қарағанда қарапайым естіледі. Бірақ дәл осындай қарапайым идеялар миллиондаған қаралым жинайды. Мысалы, Париж 100 жыл бұрын қандай болды? Нью-Йорк бұрын қандай болды? Қазақстан қалалары бұрын қандай болды? Адамдардың өмірі қалай өзгерді? Бұл жерде адамдар тарихты көріп отырған жоқ. Олар өзгерісті көріп отыр. Ал адамдар өзгерісті жақсы көреді. Сондықтан before, after форматы өте күшті жұмыс істейді. Себебі ми автомат түрде салыстыра бастайды. Қалай өзгертіпті, қайсысы жақсы, неге бұлай болды? Осы сұрақтың бәрі көрерменді ұстап тұрады. Мұндағы сабақ өзгеріс. YouTube'тағы ең күшті триггерлердің бірі. Келесі каналды көргенде мен бірден ойладым, осындай тар ниша қалайша жұмыс істеп жүр. Бұл канал өте қиын жағдайда өмір сүретін адамдар туралы. Солтүстікте тұратын адамдар, орманда тұратын адамдар, өте суық климаттағы адамдар, электр жарығы жоқ жердегі адамдар. Bir қарағанда қызықсыз сияқты, бірақ адамдар көреді. Неге? Өйткені біз әрқашан өзімізден бөлек өмірді көргіміз келеді. Бізде бар нәрсе қызық емес, бізде жоқ нәрсе қызық. Сондықтан -50 градуста өмір қандай, жол жоқ жерде өмір қандай, қардан тұрғызылған үйде өмір қандай деген сұрақтар қызығушылық тудырады. Мұндағы сабақ үлкен ниша емес, қызық аудитория маңызды. Ал енді менің сүйікті мысалдарымның біріне келейік. Бұл қаржы арнасы. Қаржы тақырыбы жаңа нәрсе емес. Экономикада да жаңа нәрсе емес. Ақша туралы каналдар мыңдап саналады. Бірақ бұл канал ерекшеленген. Қалай? Олар қаржыны маймыл арқылы түсіндіреді. Қарапайым маймыл. 18 видео
445 мың жазылушы. Осы жерде үлкен сабақ жатыр. Көп адамдар маған ерекше ниша керек дейді. Жоқ, кейде ерекше ниша керек емес, ерекше жеткізу тәсілі керек. Бір тақырыпты 1000 адам айтады, бірақ біреуі басқаша айтады. Сол жеңеді. Мұндағы сабақ YouTube'та жеңетін нәрсе көбінесе идея емес, идеяны қалай жеткізетінің. Келесі каналға келгенде мен бір қызық нәрсені байқадым. Көп адамдар жеке даму нишасынан қорқады. Неге? Өйткені бәсекелестік өте көп. Мыңдаған канал бар, миллиондаған видео бар. Күн сайын жаңа мотивациялық роликтер шығады. Сол себепті көп адам бұл нишаға кірудің мағынасы жоқ деп ойлайды. Бірақ бұл канал маған мүлде басқа нәрсені көрсетті. Олар жалпы жеке даму туралы айтпайды. Олар белгілі бір философтарды талдайды, белгілі бір ойшылдарды талдайды, белгілі бір идеяларды талдайды. Яғни кең тақырыпты тарылтып жіберген. Көп адамдар маған үлкен аудитория керек деп ойлайды, ал бұл канал маған дұрыс аудитория керек деп ойлаған. Екеуінің айырмашылығы үлкен. Мысалы, сен YouTube туралы канал жүргізесің, сен бәріне арналған контент жасай аласың. Немесе тек жаңа бастағандарға арналған контент жасай аласың. Қайсысы тиімді? Көбіне екіншісі. Өйткені адамдар нақты өзінің проблемасының шешімін іздейді. Мұндағы үлкен сабақ кеңейген сайын ерекшелігің азаяды, тарылған сайын құндылығың артады. Ал енді өте қызық каналға келейік. Бұл каналдың идеясы қарапайым, бірақ нәтижесі өте күшті. Олар жай ғана оқиға айтады. Болды. Бір қарағанда қарапайым естіледі. Бірақ YouTube'тағы ең күшті құралдардың бірі оқиға. Қазір өзің ойлап көр. Соңғы рет қандай видеоны соңына дейін көрдің? Көп жағдайда ішінде оқиға болған шығар. Өйткені адам миы оқиға үшін жаратылған. Біз бала кезімізден ертегі тыңдаймыз, кино көреміз, кітап оқимыз, оқиғаларды жақсы көреміз. Сондықтан кейде өте қарапайым фактіден гөрі жақсы айтылған оқиға әлдеқайда жақсы жұмыс істейді. Мысалы, миллионер болудың 5 тәсілі деген видеодан гөрі банкрот болған адам қалай миллионер болды деген видео қызығырақ. Неге? Өйткені онда оқиға бар. Мұндағы сабақ адамдар ақпаратты ұмытады, оқиғаны есте сақтайды. Келесі канал көптеген адамдарды қызықтырады деп ойлаймын. Өйткені маған да жиі жазады, AI арқылы балалар арнасын жасауға бола ма? Жауап болады. Бірақ көп адам ойлағандай оңай емес. Бұл канал 100-ден астам видео шығарған, яғни 1-2 видео емес, жүйелі жұмыс жасаған. Міне осы жерде көп адам қателеседі. Олар тез нәтиже күтеді. Ал кейбір нишалар марафон, балалар контенті дәл сондай. Бүгін жасаған видеоң 1 жылдан кейін де қаралуы мүмкін, 2 жылдан кейін де қаралуы мүмкін. Сол себепті мұндай нишаларда кітапхана эффектісі жұмыс істейді. Неғұрлым көп видео болса, соғұрлым көп қаралым жинала береді. Мұндағы сабақ кейбір нишалар вирус үшін емес, ұзақ мерзімді табыс үшін жасалады. Бұл канал мені қатты таңғалдырды. Неге? Өйткені бар болғаны бірнеше видео, ал қаралым миллиондап саналады. Тақырыбы қандай? Жануарлар. Бірақ жай ғана жануарлар емес, жануарлар туралы оқиғалар. Осы айырмашылық өте маңызды. Мысалы, қасқыр туралы 10 факт дегеннен видеоны қарағаннан гөрі, бұл қасқыр ауылды құтқарды деген видеоны көру қызығырақ. Өйткені бірінде ақпарат бар, екіншісінде эмоция бар. YouTube эмоцияны жақсы көреді, көрермен де эмоцияны жақсы көреді. Сол себепті бұл ниша жұмыс істеп тұр. Мұндағы сабақ факт емес, оқиға жеңеді. Келесі канал өте ерекше, бұл да тарих, бірақ кәдімгі тарих емес. Олар мынадай сұрақтарға жауап береді. Адамдар бұрын қалай жылынды? Қалай жуынған, қалай тамақ сақтаған, қалай өмір сүрген. Бір қарағанда ұсақ сұрақтар сияқты, бірақ дәл осы сұрақтар адамды қызықтырады. Неге? Өйткені біз әрқашан өткен өмірді қазіргі өмірмен салыстырамыз. Қазіргі өміріміз қаншалықты ыңғайлы екенін түсінеміз. Немесе керісінше. Мұндағы үлкен сабақ, үлкен тарих емес, кішкентай қызық детальдар қаралым әкеледі. Ал енді өте қызық ниша мифологиялық жануарлар, айдаһарлар, аңыздағы мақұлықтар, қиялдағы тіршілік иелері. Көп адамдар мұны балаларға арналған контент деп ойлауы мүмкін. Бірақ бұл каналдың көрсеткіштері басқаша айтып тұр. Неге жұмыс істейді? Өйткені адам белгісіз нәрсені жақсы көреді, құпияны жақсы көреді, жұмбақты жақсы көреді. Мысалы, айдаһар шынымен болған ба? Мифологиялық құбыжықтар рас болса не болар еді? Осындай сұрақтар автомат түрде қызығушылық тудырады. Мұндағы сабақ қызығушылық қаралымның отыны. Қазірге дейін біз қараған нишалардың көбі 100-деген немесе 1000-даған доллар табатын каналдар болды. Бірақ ең қызығы әлі алда. Келесі бөлімде қылмыс арналары, ұшақ арналары, танымал адамдар туралы арналар, стикмен білім беру арналары және айына 20 000 доллардан артық табатын соңғы канал туралы айтамыз. Сол жерде бәрін байланыстыратын бір заңдылықты байқайсың. Келесі каналды көргенде мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Көп адамдар YouTube'та ерекшелену үшін жаңа нәрсе ойлап табу керек деп ойлайды. Бірақ кейде жаңа нәрсе ойлап табудың қажеті жоқ. Кейде бар нәрсені дұрыс пайдалану жеткілікті. Бұл каналдың жасағаны өте қарапайым. Олар ондаған философтарды талдамайды, ондаған авторларды талдамайды, ондаған тақырыптарды қозғамайды. Бір адамға фокус жасайды. Бір адамның идеяларына, бір адамның көзқарасына, сол адамның ойларын бөліп түсіндіреді.
қарапайым сияқты, бірақ дәл осы жерде күш жатыр. Өйткені адамдар бір нәрсені жақсы көреді, тұрақтылықты. Егер адам бір видеоны көріп ұнатса, келесі видеоны да қарайды. Өйткені ол не алатынын біледі. Көп каналдың проблемасы осы. Бүгін бір тақырып, ертең басқа тақырып, арғы күні үшінші тақырып. Нәтижесінде аудитория шатасады. Ал бұл канал аудиторияны шатастырмайды. Мұндағы сабақ кейде өсу үшін жаңа тақырып іздеу керек емес. Бір тақырыпты тереңдету керек. Ал енді күшті нишалардың біріне келейік, қылмыс тақырыбы. Шынайы оқиғалар, тергеулер, жоғалып кеткен адамдар, ашылмаған қылмыстар. Бұл ниша неге жұмыс істейді? Өйткені мұнда бірден бірнеше эмоция бар. Қызығушылық, қорқыныш, таңғалу, жұмбақ. Адамдар соңына дейін не болғанын білгісі келеді. Міне, ретеншн қайда келеді? Көп адамдар ретеншн көтерудің құпиясын монтаждан іздейді. Жоқ, кейде ретеншннің ең үлкен құпиясы оқиға. Егер оқиға күшті болса, адам соңына дейін қарайды. Сондықтан қылмыс арналарының көпшілігі жақсы өседі. Бірақ маңызды нәрсе бар, олар жай ғана жаңалық айтпайды. Олар оқиға құрады. Мұндағы сабақ ретеншн көбіне монтаждан емес, сценарийден басталады. Егер маған біреу ұшақтар туралы каналдан ақша табуға бола ма деп сұраса, мен бұрын күмәнданған болатын едім. Бірақ осы каналды көргеннен кейін көзқарасым өзгерді. Бұл канал тек ұшақтар туралы, тек авиация, тек техникалық ақпарат, тек белгілі модельдер. Бір қарағанда аудиториясы өте тар сияқты, бірақ дәл сол үшін жұмыс істейді. Өйткені бұл аудиторияға өте қызығушылық танытады. Мысалы, сен ұшақтарды жақсы көрсең, келесі видеоны да көргің келеді. Келесі ақпараттарды да білгің келеді. Келесі модельді де көргің келеді. Яғни аудитория кездейсоқ емес, сапалы аудитория. Мұндағы сабақ кішкентай аудитория әрқашан жаман емес. Кейде кішкентай аудитория үлкен табыс алып келеді. Бұл ниша маған өте қызық көрінді. Өйткені мұнда адамдардың қызығушылығы дайын тұр. Танымал адамдар, белгілі спортшылар, белгілі актерлар, белгілі кәсіпкерлер. Бірақ каналдың олардың жетістігін емес, құлдырауын талдайды. Неге? Өйткені адам табиғаты сондай. Біз жетістікке қызығамыз, бірақ құлдырауға одан да көп қызығамыз. Неге мансабы аяқталды? Неге банкрот болды? Неге жоғалып кетті? Неге бәрі өзгерді? Осындай сұрақтар адамдарды тоқтатады. Бірақ бұл жерде маңызды нәрсе бар. Бұл нишаның күші адамның танымал болуында емес, оқиғаның күшінде. Мұндағы сабақ танымал есім CTR береді, жақсы оқиға ретеншн береді. Екеуі бірге болса, нәтиже өте күшті болады. Келесі каналды көргенде мен бір нәрсеге тағы көз жеткіздім. Адамдар күрделі нәрселерді қарапайым түсіндіретін адамдарды жақсы көреді. Өте қатты жақсы көреді. Бұл каналдың идеясы өте қарапайым. Қарапайым стикмен анимациялар болды. Бірақ олар өте қызық тақырыптарды алады. Сосын оларды қарапайым тілмен түсіндіреді. Сол себепті миллиондаған қаралмалар. Өйткені адамдар ақпаратты емес, түсінікті ақпаратты қалайды. Мұнда үлкен сабақ бар. Көп адамдар білімді көрсетуге тырысады, ал мықты авторлар түсіндіруге тырысады. Бұл екеуі екі түрлі нәрсе. Мұндағы сабақ ақылды көріну маңызды емес, түсінікті болу маңызды. Ал енді соңғы канал, ең қызығы, ең көп табыс табатын канал, айына шамамен $20,000. Каналға қарасаң өте қарапайым сияқты. Бет жоқ, камера жоқ, көп жағдайда сток видеолар. Қарапайым дыбыстау. Бірақ нәтиже таңғаларлық. Сонда сұрақ туындайды. Неге? Неге дәл осындай канал осындай табысқа жетті? Менің ойымша жауап монтажда емес, жасанды интеллектте де емес, дауыста да емес. Жауап басқа жерде, зерттеуде, тақырып таңдауда, сценарийде, ақпаратты дұрыс жинауда. Өйткені осы каналдың бәрін қарасақ, бәрінде бір ортақ нәрсе бар. Олар кездейсоқ видео түсірмейді. Олар тақырып таңдайды. Сол тақырыпты зерттейді. Сосын қызықты оқиғаға айналдырады. Міне айырмашылық осы жерде. Сонымен бүгін біз 17 түрлі нишаны көрдік. Қорқынышты оқиғалар, саяхат, тарих, қаржы, философия, анимация, қылмыс, ұшақтар, құжат, документация каналдары, тағы басқалар. Бірақ осы видеодан кейін мен дәл осы нишаны көшіріп аламын деп кетпе. Өйткені бұл видеодағы ең маңызды нәрсе нишалар емес, заңдылықтар. Барлық каналдарды қайта ойша еске түсіріп көр. Не байқадың? Біріншіден, олардың барлығы өте тар аудиторияға арналған. Екіншіден, олардың барлығы нақты аудиторияға жұмыс істейді. Үшіншіден, олардың барлығы қызығушылық тудырады. Төртіншіден, олардың барлығы оқиға құрады. Міне, YouTube'тың үлкен құпиясы осы. Көп адамдар ниша іздейді, ал шын мәнінде нишаның ішіндегі ерекше бұрышты іздеу керек. Сондықтан бүгінгі видеодан кейін өзіңе мына сұрақты қой. Мен қандай нишаға кіремін? Деп емес, мен сол нишаның ішінде басқалар көрмеген қандай бұрышты таба аламын деп сұра. Өйткені дәл сол жерде қаралым бар. Дәл сол жерде аудитория бар. Дәл сол жерде ақша бар. Егер видео ұнаса, лайк басып кет, пікірге жаз. Осы 17 нишаның қайсысы саған ең қызық болып көрінді? Келесі видеода кездескенше, Мәке блог YouTube'да дамудың жолын көрсететін арна.